Президенттің тапсырмасы бойынша үкімет ағымдағы экономикалық реформалар аясында бірқатар шаралар әзірледі. Салық әкімшілендіру бойынша арнайы салық режимін қолдау үшін жеңілдетілген декларация негізінде тек 44 қызмет түрін ғана тыйым салынған тізімді қалдыру шешім қабылданды. Екінші, 1 қаңтардан бастап салықтық әкімшілендіру таза парақтан жүргізіледі. Микро және шағын бизнеске қатысты келесідей шаралар көзделеді. Бірінші, камералдық бақылау болмайды. Екінші, салық тексерулер жүргізілмейді. Үшінші, сот органдарына тіркеуді, қайта тіркеуді жарамсыз деп тану туралы талап арыздары берілмейді. 26 жылғы 1 сәуірге дейін салықтардың негізгі қарыз сомасы өтілген жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдар алынып тасталады. Қосымша құн салығы бойынша тіркеу шегінен асып кеткен болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Үшінші, салық төлеушіні тарату жеңілдетілген тәртіппен жүзеге асырылатын болады. Бұл жаңа салық кодексін кезең-кезеңмен енгізуге және салық төлеушілер үшін салықтық әкімшілендіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді.